Hello everyone, how are you today? Happy to see you. So, let's start today's lesson. Достар, сіздермен біз бүгін екі тақырыпта әңгімелесіп, сөйлесіп үйренеміз. Сонымен, кеттік. My future profession. Болмаса, my profession. Егер сіздер жұмыс істеп жатқан болсаңыздар, my profession деп айтсаңыздар болады. Ал егер енді жұмыс істейтін болсаңыздар, болашақта енді мамандық таңдап, сіздер жазасыздар my future profession. Менің болашақ мамандығым. Достар, сіздер қазір алғашында біз бұл тақырыпта сөйлеспес бұрын алдымен қандай да бір профессиялар, яғни кәсіптің түрлерін жазып алайық. Бірінші сөзіміз ол бізде artist. Artist деген кезде көбісі ойлайды, бұл артист деп. Жоқ, artist дегеніміз ол художник, яғни сурет салушы. Одан кейінгі кәсіп бізде pilot. Pilot, ол бізде ұшқыш. Ары қарай, musician. Musician дегеніміз ол музыкант. Әншілерді де musician деп айтсақ болады. Болмаса singer. Әнші singer. Ары қарай жүреміз, емдейтін. Қазір ең танымал біздің супергеройларымыз ол doctors. Doctor бізде доктор. Доктордың қасында жүретін көмекші nurse. Nurse. Медсестра, медбрат, nurse. Ары қарай, шаш қию, шаш өнері. Ол бізде hairdresser. Hairdresser. Бұл бізде шаш таразышы. Және де бізде заңды қорғаушы, біздің полиция қызметкерлері бізде police officer, policeman, policewoman, police officer. Немесе police деп айтады. Доп теуіп жүретін бізде кәсіп, олар бізде footballer, яғни футболист. Footballer. Foot, аяқ, ball, бізде доп. Footballer. An actor, актер. A builder, құрылысшы. Builder, құрылысшы. An engineer, engineer бізде бұл. Инженер. Housewife, жұмыс істемейтін болса, мысалы, әйеліміз болмаса анамыз, біз айтамыз she is housewife. Домохозяйка, яғни үйде отырады, балалар қарайды. Journalist. Journalist, бұл бізде журналист. A lawyer. Lawyer бізде юрист, яғни заңгер. Ары қарай жүреміз. Bank manager. Bank manager дегеніміз бұл бізде банктың менеджері, яғни банкте жұмыс істейтін кісі. Politician. Politician дегеніміз бізде политика. Политик, яғни политикада жұмыс істейтін адам, ішкі істер. Окей, secretary. Secretary дегеніміз бізде секретарь, көмекші, бастықтың қасында отыратын. Shop assistant. Shop assistant дегеніміз ол бізде сатушы, магазинде жұмыс істейді, болмаса тағы бір жерде. Shop assistant. Ең қиын профессия a student. Оқушы, студент, a student. Және де waiter. Waiter дегеніміз официант, яғни ол бізде қазақша қалай болады? Официант, даяршы, Егер сіздер айтатын болсаңыздар waitress деп, ол официантка, яғни қыздарға айтатын кезде, әйелдерге waitress. Сонымен достар, енді сіздер барлық кәсіптерді білесіздер. Жалпы өзіміздің кәсіп болмаса болашақтағы кәсіп жайлы сөйлесуге сіздерге қалай көмектесуге болады? Мысалы, сіздер жазасыздар, шығарма жазатын кезде сіздер айтасыздар. I want to be, мен болғым келеді, кім? I want to be a pilot. I want to be a teacher. I want to be politician, journalist, photographer, video maker, and etc. Және де тағы басқа. Достар, осылар жайлы айтқан кезде сіздер шығарма құратын боласыздар. Неге сіз болғыңыз келеді? Қандай сферада оқығыңыз келеді? Соның барлығын айтсаңыз болады. Сіздермен қазір кішігірім текст оқиық. Мен сіздерге оқып беремін. Сіздер бақылап отырыңыздар. Мен оқимын, сіздер бақылап отырыңыздар. Және де сіздердің үй тапсырмаларыңыз болады осыны аудару. In the future, I will be a teacher. I believe that this profession is the most honorable. My mother is also a teacher. She is an excellent teacher. She is my role model.
Why I choose this profession? Because the teacher is a great psychologist, a wonderful poet, but most importantly, the teacher is an indispensable tool and a true friend. And so I want all my life to devote to this profession. I want to become a qualified professional who will be able to convey to his disciples maximum knowledge. But more, I want to be decent, kind, sensitive, and a caring man, so that my students always with gratitude and love reminisce about childhood, school, and the teachers throughout his adult life. To each of them, a piece of my mind and my heart went through life with dignity and pride. So they wanted the same teachers for their children and grandchildren. Достар, осылай сіздер өздеріңіздің болашақ профессияларыңыз жайлы айтып кетсеңіздер болады. Аудармашыларды болмаса тағы да сөздікті қолдансаңыздар болады. Бүгін осы тапсырманы орындауға тырысыңыздар. Енді достар, сіздермен бірге отбасымыз жайлы сөйлесуге тырысайық. Жалпы сіздер отбасыңыз жайлы айтып беретін болсаңыздар, сіздер жалпы әулеттеріңізді болмаса жақын туысқандарыңыз жайлы айтасыздар. Олар кім болады, сіздерге кім болады, қаншада, қай жақтан және денемен айналысады, не істегенді ұнатады, не істегенді ұнатпайды. Қазір сол жайлы сөйлесетін боламыз. Алдымен сөздерді жазып алайық. Aunt, тетя, yeah? Brother, ағам. Cousin, кузина, яғни жақын туысқанымыз жақтан. Father, әкеміз. Grandfather, ол бізде атамыз. Grandmother, апамыз. Mother, анамыз. Sister, әпке. Uncle, ол бізде ағамыз, яғни дядя деп айтады орысша, иә? Daughter, ол бізде қызымыз, яғни үлкен болатын болсақ, бізде қызымыз, ұлымыз болады, иә? Daughter, қызымыз. Nephew, племянник. Орысша айтқан кезде nephew, племянник. Niece, племянница. Son, ұлым, иә? Әкеңіздің ұлы боласыз. Wife, әйелі. Wife. Күйеуі, husband. Күйеуі, husband. Достар, енді отбасына қатысты бір текст оқып берейін сіздерге. Мұқият тыңдаңыздар. My family. Let me tell you about my family. I live with my mom, my dad, and my big sister. We live in California. My mom's name is Carmen. She is Mexican, and she speaks English and Spanish. She is a Spanish teacher. She is short and slim. She has got long brown hair and brown eyes. My dad's name is David. He is American. He is tall and a little fat. He has got short brown hair and blue eyes. He works in a bank. My sister, Shania, is 14 and she loves listening to music. She listens to music all the time. She has got long brown hair and green eyes like me. I have got long hair too. We have got a pet dog, Randy. He is black and white and very friendly. I love my family. Достар, осылай сіздер де шығарма жасайсыздар. Сіздердің мақсаттарыңыз ол сіздің отбасыңыз жайлы барынша айтып беру. Біреу оңай түрде, біреу қиын түрде жасайды. Бірақ жаңағы текстегідей тура солай жасау ол шарт емес. Сондықтан да достар, бірінші кезекте өздеріңіз отбасыңыз жайлы не айтқыңыз келеді, сол жайлы ойлансаңыз болады. Жалпы,
Сіздер мысалы әкелеріңіз жайлы айтатын болсаңыздар, present simple қолдансаңыздар болады. Сіздер қалай айтасыздар? Мысалы, my father's name is Marat. He likes to drink beer. Или he likes to drink tea. He likes to watch TV. He doesn't like to eat lagman. He likes to eat manti. He doesn't like cats. He doesn't like to sleep till the afternoon. Яғни түске дейін ұйықтағанды ұнатпайды деген сияқты. Достар, сіздердің басты мақсаттарыңыз ол екі текст жасап, оларды аудиомен бізге жіберу. Сонымен достар, бүгінге сабақты осымен аяқтаймыз. Сіздерге ұнады деп ойлаймын. Ең бастысы сіздерге сөйлем жасап үйрену. Және де осындай кішігірім тақырыптарда сөйлеп үйрену. Болашақта сіздер осындай тақырыптарда сөйлеп, басқа тақырыптарға да ауысасыздар. Сол кезде жалпы сіздерге не ұнайды, не ұнамайды, сипаттап барлығын айтып беруге мүмкіншіліктеріңіз көп болады. Сонымен, үйге тапсырма, сөздерді жаттау және де екі текст жазу. Goodbye! Hi. Welcome to my home. My name is Paul. I'm 12 years old and this is my beautiful family. There are 6 people in my family. My mom, my dad, my 2 sisters, my younger brother and me. This is my sister Olivia, who is 10. She is in the 4th grade. She loves reading. Her favorite school subject is English. This is my younger brother, Oliver, who is 7. He is in the 1st grade. He loves playing games with his spinning top. He never seems to have enough. This is my youngest sister, Lucy, who has just turned 4. She is in kindergarten and loves playing with her dolls. We get along very well, and love each other very much, but, well, sometimes, we have our fights and arguments too. We usually make up soon afterwards. My mom is a nurse and she works in a hospital. She is so kind and compassionate, and she always takes good care of the sick people. When she gets home, she always helps us with our homework. My mom is an excellent cook and she loves to bake delicious cakes. My dad is a photographer. He travels pretty often with his job, to make great pictures in different places. When he returns home from his travels, he tries to spend as much time as possible with us, and we have a lot of fun together. On weekends, we sometimes go on bike rides together. This is my uncle, my mom's brother. His name is Simon. He and my dad are brothers-in-law. My dad doesn't have any siblings. My uncle is so proud to have 2 nephews and 2 nieces. This is my aunt. She is my uncle's wife. Her name is Grace. They have 2 kids, a 3-year-old daughter named Lizzie, and a newborn son. They are my cousins. Happy birthday, Grandma. Thank you, sweetheart. This is my grandma. We are celebrating her birthday. She is turning 55. Now she has 6 grandchildren, 3 grandsons and 3 granddaughters. She and my grandpa are farmers and they live on a big farm in the countryside. She loves feeding her animals and taking care of them. She also enjoys working in the garden. She has many fruits and vegetables.
We love spending our vacations on her farm. She has so many wonderful tales to tell us all the time. My grandpa is 60 and he is pretty energetic and really hardworking. He wakes up very early in the morning every day. There's always something to do on the farm, and my grandpa is always busy. He is very funny. He tells us many great jokes and makes us laugh so much. They are my grandparents on my mother's side. My grandparents on my father's side live in a different country, very far away from us, in a big city. They live in a 4-room apartment on the 3rd floor. They are retired, so they usually go on lots of camper van trips. They enjoy spending as much time as possible in nature. That's why they are so healthy and energetic. They visit us several times a year. We also talk on Skype pretty often.